Ассаламу алейкум достар. Бүгінгі біздің екінші сабағымыз иқлап. Иқлаптың мағынасы айналдыру. Иқлап дегеніміз айналдыру деген мағынаны білдіреді. Нені айналдырамыз десек, фатха танвин, касра танвин және дамма танвинді немесе сүкінді нуннан кейін біз алдыңғы сабақта айттық, міндетті түрде бір тәжвид ережесі болады дедік. Бүгінгі тақырыбымызда танвиннен кейін немесе сүкінді нуннан кейін бә әрпі келетін болса, мынау танвин немесе сүкінді нунды мим әрпіне айналдырып оқимыз. Мысалдар келтірсек, сол кезде түсініктірек болады. Мин бәғди. Міне, сүкінді нуннан кейін бә әрпі келіп тұр. Біздің ережеміз бойынша, демек сүкінді нунды неге айналдырамыз? Мим әрпіне айналдырып оқимыз. Мим бәғди. Мим бәғди. Бә сол күйінше қалады. Біз сүкінді нунды мим әрпіне айналдырып және де 1,5 әлиф мөлшерінде ұстап оқимыз. Яғни мим бәғди. Мим бәғди. Келесі мысал. Сәмиғун бәсир. Бәсирун. Дамма танвиннен кейін бізде не келіп тұр? Бә әрпі келіп тұр. Демек, бүгінгі ереже бойынша иқлап деген сөзді жаттап алуларыңыз шарт емес. Просто мына танвин немесе сүкінді нуннан кейін бә әрпі келсе, мим қылып ұстаймыз деп миларыңызға солай сақтап алсаңыздар болды. Оны иқлап, ихфа, идғам деп миларыңызды ашпай қойсаңыздар болады. Мына жерде дамма танвиннен кейін бә келгені үшін дамма танвинді, мына бәні емес, дамма танвинді мимға айналдырып оқимыз. Сәмиғун. Мына жерде негізі ун ғой. Дамма танвин дегеніміз ун. Соны деп оқимыз. Сәмиғун бәсир. Бә сол күйінше қалады. Сәмиғун бәсир. Түсінікті болды ғой, танвин немесе сүкінді нуннан кейін бә келген кезде не үшін мимге айналдырамыз дейсіздер? Себебі мына танвин мен сүкінді нун мен бәнің махраджы бір-біріне өте алыста. Сондықтан мин бәғди деу кішкене ауызға қиындау болады. Сондықтан мына танвин немесе сүкінді нунды мимге айналдырсақ, оқу бә мен мимнің махражы ерінен шығатын болғандықтан оқу оңайға түседі, оңайланады. Мим бәғди, мим бәғди. Мин бәғди десеңіз сәл қиынырақ болады. Сондықтан бұл ереженің жасаудың себебі сол. Бүгінгі сабағымызды қорытындылай кететін болсақ, міне фатха танвин, кәсра танвин және дамма танвиннен кейін немесе сүкінді нуннан кейін бә әрпі келетін болса, онда сүкінді нун немесе танвиндерді мим әрпіне айналдырып оқимыз. Егер иқлап тақырыбын түсінген болсаңыз, Құраннан иқлапқа байланысты бір мысал сөз жаза кетіңіз.